Алматы қаласындағы Ақкент ықшам ауданында орналасқан Аршамет шығыс медицина орталығы 2 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Осы аз ғана уақыттың өзінде дертіне дауа іздеген талай науқас жанына шипа тапты. Білікті мамандардың басы қосылған ұжым ауырып келіп айығып жатқан жұрттың алғысына бөленуде. Ми қан айналымы бұзылып, инсульт алған Оразхан ақсақал осы орталықта 10 күннен бері ем алуда. Жамбыл облысынан арнайы келген емделуші дәрігерлердің еңбегіне дән риза. Аршамет клиникасында 10 күн ем алдым. Массаж, инесін алдым. Жақсы ем қабылдадым. Рахмет нелеріне, врачтардың бәріне. Нәтижесі жақсы, жаман емес. Аршамет медициналық орталығы сырқатты емдеудің дәстүрлі түрлеріне тың тәсілдерді ұсынуда. Қазір дәстүрлі емес медицинаның өзі дәрілік терапия секілді үлкен сенімге ие болып отыр. Орталықтың емдеу тәсілі иглотерапия, ине пышақ, отпен емдеу, массаж, банка қою, магниттік тас, хиджама, әртүрлі нерв нүктелерден қан алу, шөп дәрілерді рецептпен беру сияқты тағы басқа емдеу қызметтерін көрсетеді. Бұл енді қуат жолыменен жасайды ғой бұл. Кейбіреулер нервке деп қате түсінеді, бұл нервке тимейді. Бұл қуат жолына тиеді. Қуат жол деген нерв, қантамыр, қантамырдан тағы бөлек қуат жолы. Бұл сол қуатты күшейту арқылы сосын нервпен қантамыр, қан айналымы жақсайды. Қуат жолына барып әсер етеді. Орталық негізін қалаушы білікті де тәжірибелі дәрігер Серік Тоқтарәлі, жүйке жүйесінің маманы. Алтайдың аржағынан атамекеніне қоныс аударған қандасымыз Үрімжідегі шығыс медицина мамандарын дайындайтын оқу орнын тәмамдаған. Құлжа қаласында тәжірибе жинақтап, елге оралған соң Алматыдағы Еламан медицина орталығында жұмыс жасаған. Бізге ең жиі көп келетін аурулар негізінен тері аурулары мен осы нерв аурулары. Бағана грижа, сосын ұйқысыздық әртүрлі. Жоғарған қысымнан жығылған, аяқ қолында салынған, жатып қалған осы аурулар көбірек келеді бізге. Аршамет шығыс медицинасы емханасында 6 бірдей білікті өз ісін шебер меңгерген майталман маман дәрігерлер қызмет етеді. Шығыс медицинасы аурудың себебін анықтап, соны емдеп, қан айналуын жақсартады. Емханаға аурудың неден пайда болғанын білмей жататын науқастар келіп жатады. Сондықтан дәрігерлер тамыр ұстап, аурудың себебін айтып береді. Тамыр ұстау арқылы ол кісінің қайсы себептен келгенін, қай ауруда пайда болғанын білуге болады. Қосымша, мысалы өзіміз мұз үйіміз бар, мұз үйға түсіру арқылы ішкі ағзаларында өзгеріс бар ма жоқ па, сол арқылы білуге болады. Одан басқа лабораториямыз бар. Қан тапсыру арқылы анализдеріне қарата диагноздарын тұрақтауға болады. Шығыс медицинасы біздің елде қазір кең таралған медицинаның түрі. Сондықтан ауырып ем іздеген науқастардың көбі осындай білікті мамандары бар медициналық орталықтарға баруға ниет етеді. Қалтаның ішінде 5-6 түрлі шөп салынған. Ол 4-ші дәрежеде ыстық дәрежедегі шөптер. Бұны осыған қалтаға салу арқылы өзінің астында да шөптер қайнап жатады, шөптерге қайнатып, соның буымен былай ысытамыз бұны. Сол арқылы адамның денесіне қойып, денедегі бүткіл суықтағы желді шығарады біріншіден. Өден кейін буын аурулары, мысалы грижа дейміз, остеохондроз дейміз, әртүрлі буын ауруларын емдеуге өте жақсы көмектеседі. Одан басқа туыттан кейінгі шілде тері шығарылмаған әйелдер болса, ерекше өнімі бар. Басқа да әйелдер ауруына, кожадағы, мысалы, есек жем дейсіздер ғой, есек жемге өте пайдалы. Аяқ қол, буын аурулары, инсульт, салдану, бел омыртқа аурулары, грижа, протрузия, остеохондроз, бүйрек әлсіздігі, асқазан ішек ауруларының ішінде асқазан жарасы,
бауыр, бүйрек, өт жолдары мен жүрек ауруы және варикозды емдеуде интеллтерапия мен емдік шөп дәрілердің маңызы зор екенін орталық мамандары көрсетіп келеді. Бас аурудың себебі де көп. Бас аурудың себебі ми қан тамырларының себебінен, нервтердің себебінен, бағана басынан мойындағы мойын омыртқасының себебінен, мойын омыртқасында протрузия болу, грезия болу, мойын омыртқасының өзінің қисықтығы, өзінің бұрышты кетіп түзу болып қалу, мойында холка дейді ғой, мына мойын жетінші мойын омыртқасынан томпайып мойыннан шығып барады. Солардың себептерінен тұрады. Соның себептерін бірінші анықтау керек. Қандай себептен? Осылардың қайсы себебінен шығады? Сол себебін анықтағаннан кейін барып ем алып береміз. Енді бізде оның да ем жолдары көп. Дәрігерлер денедегі күш қуатты жоғарылату арқылы барлық мүшенің жұмысын жақсартады. Адамның ауырып тұрған жерінің түп тамырын емдейді. Денеге зиян тигізетін химиялық заттарды қолданбайды. Күш қуатты жоғарылату үшін шөп дәрілерді инені пайдаланады. Адам денесінде 363 нүкте болады ғой, ұяшық болады. Соның негізгі 185-ін ғана істетеміз. Қалғандарын ауырған орындарға салуға болады. Біз негізінен мойын шершеуі, бел шершеуі, қан басына жығылған кісілерге, оның кейін ДСП балаларға, одан жұлын қабынған ауруларға ине саламыз, массаж жасаймыз, тағы да қазақ емшілігіне қатысты даулауларды жүргізіп береміз. Бүгісі негізінен туыттан кейін бел ауыратын, мойын ауыратын, сүйек буындары қақсайтын. Одан туыттан кейінгі тас сүйегі кеңейген, соған қалыпқа келтіру немесін жасаймыз. Бүгісіге келгелі 2 күн болды. Бүгін 3-ші күні, тәте. 5-ші, 6-ші күннен бастап бүгісі жақсара бастайды. Өйткені алдыңғы басқышында 1-ші күннен 5-ші күнге дейін бүгістер даулау болған кезде біраз ауырсынатын, бұрынғы ауруларын қозғайтын жағдай болады. Өйткені ине болсын, массаж болсын, біраз ауыр келеді. Шаршап тұратын, шалдығып тұратын. Одан 5-ші күннен 6-ші күніне өте бастаған кезде өзі сергей бастайды. Жақсарғанын біле бастайды. Сондықтан біз негізінен бір басқыш 7-10 күн деп айтамыз. Бүгінде тері ауруларының созылмалы түріне шалдыққан науқастар көбейген. Бұрын сирек кездесетін псориаз бен дерматит жас сәбилер арасында белең алып отыр. Оның себебі көп. Ауаның ластануы мен дұрыс тамақтанбаудың әсері бар дейді дәрігерлер. Тері ауруларының себептері өте көп. Үлкен жақтан алғанда, бұл көбінше жағдайда сыртқы себеп әрі ішкі себеп деп бөлінеді. Мейлі әртүрлі псориаз болсын, экзема болсын, есек жем дейді, мысалы қамшырау дейді, көп енді айта берсек, қол аяқтарда пайда болатын теміреткілер, баста пайда болатын теміреткілер, солардың барлығында ең басты себебі бұл біріншіден тұқым қуалау. Аршамед орталығында ота жасалуға тиіс ауру түрлерін ешбір пышақ жүзін тигізбей ине қою, шөп дәрі беру, массаж арқылы ем-дом жасап сауықтырады. Негізгі мақсат дәрігерлік жауапкершілік пен сырқат адамның науқасынан қолымыздан келгенше көмек көрсетіп емдеу дейді дәрігерлердің өздері. Аршамед медицина орталығында бет-қол және мойынды кәсіби тиімді күту амалдары мен қамтамасыз ететін білікті мамандар жұмыс істейді. Терідегі қара нүктелерді, аладақтарды аластатады. Емдік бетперде табиғи қоспалар бөлшектерінен тұратын крем қолданылады.
Бүгінгі күні ашылып жатқан медициналық орталықтар жеткілікті. Олардың қызмет көрсету деңгейі мен сапасы да әртүрлі. Кімде болса сырқатынан тезірек айығу үшін жақсы емдейтін білікті дәрігерлердің алдына баруға тырысады. Сондықтан да болар Аршамед орталығында емделушілер қарасы көп. Біз әңгімеге тартқан сырқаттардың барлығы орталықтағы дәрігерлерге дән риза.